Алғандар. Так. Аны қақ. Просто. Басына көтер басына. Қағылды. Намен істейсің. Не? Түсіндің бе? Мына қолда ана жаққа қой. Әке, біз бұл ағашта не жасаймыз? Стол жасаймыз. Дарын, бағана далада кестік қой ағаш. Бәрін дайындап алдық. Стол жасаймыз дедік. Міне, ағаштан столдың бетін дайындадық. Аяқтары дайын. Енді осы дайындап алған заттарымызды бір ағашпен бәрін бекітіп, стол жасаймыз. Алдымен аударып аламыз. Түсіндік пе? Сосын бұл стол жиналмалы болады. Сондықтан біз оған топса орнатамыз. Бір топса? Екі топса. Екі топса. Енді бір ағашпен бұраймыз. Так, мен саған дайындап берем бе? Сен аласың да бұрайсың. Дарын, мынандай затпен істеген кезде бұрағын істер. Мен ара темірмен, балғамен үлкен адамсыз істеуге болмайды. Қауіпсіздік ережелерін сақтау керек. Мына екеуін көр. Келтіресің. Молодец. Не Дарын, сонда мына столымыз біздің топсан көмегімен жиналмалы, құралмалы болады. Енді бұған аяқтарын бекітеміз. Әке, бұл стол неге кішкентай? Себебі бұрын біздің ата-бабамызда биік столдар болмаған. Олар жерге жақын отырған. Бұл сол столдың кіші нұсқасы. Қазір бәрі дайын болғанда өзің көресің. Әке, стөлдің үстін безендіреміз ба? Қазақи оюлармен безендіреміз. Дарын, міне енді столымыздың аяқтарын қоямыз. Міне, мына неге бұра. Сен соны бұра, мен оны бұра. Дарын, міне столдың төрт аяғын бекітіп алдық. Столымыз дайын. Енді не қалды? Безендіру. Дұрыс айтты. Жасаған столымызды безендіреміз. Оған арнайы қызыл краска алдық. Дарын, осымен біздің столымыз дайын. Саған бүгінгі жұмыс ұнады ма? Иә, өте қатты ұнады. Алда да әлі талай заттар жасаймыз, талай бұйымдар жасаймыз. Оның бәрін саған үйретемін.